Әділетті болу үшін мейірбан болу керек. Умар Хайям. Егер түпсіз терең тұңғиыққа ұзақ қадала қарасаң, тұңғиық саған көзін қадай бастайды. Фридрих Ницше. Адам ол ақша табу үшін денсаулығын құртады, қайта сауығу үшін ақшасын жұмсайды. Ол қазіргі күннің рахатын сезінбей жатып, болашақты күтеді. Айналып келгенде бүгінмен де, ертеңмен де өмір сүрмеген болып шығады. Ешқашан өлмейтіндей тірлік кешеді, ешқашан ғұмыр кешпегендей өмірден өтіп кетеді. Далай Лама. Мектепте білім алуыңызға кедергі келтіретіндерге тосқауыл қойыңыз. Марк Твен. Барлығы да өмірден өтеді, бірақ бәрі бірдей нағыз өмірді сүре алмайды. Уильям Уэллес. Кей адамдар 25 жасында қаза табады, бірақ оны 75 жасқа жетсе де жерлемейді. Бенджамин Франклин. Адамның ең ұлы қасиеті бақытты болуға талпынуы. Сұлтанмахмұт Торайғыров. Қайғыны жалғыз көтеруге болады, бірақ бақытқа екеу керек. Эльберт Хаббард. Адам өмірі қамшының сабындай ғана қысқа екен. Досы көп, ұрпақ тәрбиелеген құтады екен. Қорқыт Ата. Кісі айыбын ашып айтқаннан жапқан жақсы. Жүсіп Баласағұни. Білім берудің қай түрі болмасын, тәрбие. Лев Толстой. Дәрежең өскен сайын ұстамды болғайсың. Югеники Ахмет. Саптаяқпен ас беріп, сабынан қарауыл қарама. Сайф Сараи. Бір әкенің тәрбиесін 100 мектеп бере алмайды. Ян Амос Каменский. Тәрбиешінің өзі тәрбиеленген болуға тиіс. Карл Маркс. Тәрбиесі жаманға жақсы ұстаздан пайда жоқ. Сайф Сараи. Тәрбиелеу дегеніміз адамның бойына білімге негізделген этикалық құндылықтар мен өнер қуатын дарыту. Әл-Фараби. Достық бұл екі денеде өмір сүретін бір жан. Аристотель. Достық асықпай өтетін өсімдік секілді. Ол пісіп жетілу үшін талай сыннан өту керек. Джордж Вашингтон. Достық әлсіздеген сайын сыпайылық арта түседі. Уильям Шекспир. Жастық шақ қазіргісін ойласа, кемел жас бүгінгісін де, бұрынғысынан да, болашағын да елеусіз қалдырмайды. Фернандо де Рахас. Жастықтың қалай өтіп жатқанын ешкім де аңғармайды, ал өтіп кеткенін сезгенде әркім аһ ұрады. Сенека. Жастық адамға бір-ақ рет беріледі. Мұның басқа жас кезеңдерінен ерекшелігі барлық әдемілік атаулымен асқаралы мұратқа бір табан жақындығы. Виссарион Белинский. Жастық шақ әсем зат, оны жастардың оңды-солды шашуы қылмыс. Бернард Шоу.
Адам өмірінің биік шыңы жастық. Йоган Вольфганг фон Гете.